Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге қуырылған бауырдың рецептімен бөлісемін. Бұл тағам гемоглобинді өте жақсы көтереді. Сол себептен міндетті түрде жасап жеңіздер. Және де өте оңай, тез дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Ең алдымен бауырды алып, осылай видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Және де бізге пияз қажет болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Пиязды да алдын ала жарты дөңгелектерге турап қоямыз. Қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Жақсылап қыздырамыз. Оттың асты қатты шығып тұруы керек. Енді осының үстіне осылай кесілген бауырды саламыз. Қатты отта шамамен 4 минуттай пісіреміз. Бауырдың түсі осындай қоңырқай түске енуі қажет. Толықтай түсі өзгерген кезде оның үстіне пиязды саламыз. Бізде оттың асты қатты шығып тұр. Жақсылап барлығын араластырып, шамамен 10 минуттай қатты отта қуырамыз. Одан соң тұз саламыз, дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Оттың астын орташа қылып қойсаңыздар болады. Енді қақпағын жауып, тағы да 10-15 минуттай пісіреміз. Бізде бауыр өте тез піседі. Шамамен жалпы пісу уақыты 20 минутта алады. Бізде бауыр дайын достар. Осылай оп-оңай пісіріледі, ешқандай да қиындығы жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл тағам денсаулыққа өте пайдалы. Мен өзім гемоглобинім төмен кезде осылай бауырды қуырып жейтінмін. Және гемоглобинім өте жақсы көтерілетін. Тіпті бауырды шикі қылып қуырсаңыздар да болады. Онда гемоглобинді одан сайын керемет көтереді. Әдемілік ретінде дәм беру үшін осылай пиязды дөңгелек ретінде турап, үстіне қойып берсеңіздер болады. Гарнир берсеңіздер болады, қасына күріш, немесе картоп қуырып, әдемі етіп беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге осындай пайдалы рецепттер ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңырау шамның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.